Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгінгі екінші сабағымыз тәуелдік жалғаудың, соның ішінде көпше түріне арналады. Сегодняшний второй наш урок посвящен теме притяжательного окончания множественного числа. Сонымен, тәуелдік жалғаулардың көпше түрінің пайда болу ережесін қарастырайық. Итак, давайте рассмотрим с вами образование множественного числа притяжательных окончаний. Біздің, наш, наша, наши. Оларға ымыз, міз, ымыз, эміз жалғаулары жалғанады. К ним добавляются окончания мыз, міз, ымыз, эміз. Назар аударыңыздар, екінші сыпайы және үшінші түрлеріне көптік жалғауларымен бірге тәуелдік жалғаулары да жалғанады. Обратите внимание, что ко второй вежливой и к третьей формам добавляются множественные окончания плюс притяжательные окончания. Сендердің, ваш, вашей. Оларға көптік жалғаулар, қосу, ың тәуелдік жалғаулары жалғанады. К ним добавляются множественные окончания плюс окончания притяжательные ың. Сіздердің, ваш, ваши. Көптік жалғаулар, қосу, ыңыз тәуелдік жалғаулары. Ваш, ваши образуется с помощью множественное число плюс притяжательное окончание ыңыз. Үшінші түрі олардың, их. Көптік жалғаулар, қосу, тәуелдік жалғаулары жалғанады. К третьей форме добавляются также множественные окончания плюс притяжательные окончания В казахском языке существует следующие 6 множественных окончаний. Қазақ тілінде төменде көрсетілген көптік жалғаулардың 6 түрі бар. Олар лар, лер, дар, дер, тар, тер. Бұл жалғаулардың жалғануы қасында берілген сөз егерде осы дыбыстарға аяқталса, у, и, дауысты дыбыстарға а, е, сөздеріне дауыстарына аяқталған болса, оларға лар, лер жалғанады. Если слово заканчивается на буквы р, у, и, а, е, к ним добавляются окончания лар, лер. Егер сөз з, ж, л, м, н, ң әріптеріне аяқталған болса, оларға дар, дер көптік жалғаулары жалғанады. Если же слово заканчивается на буквы з, ж, л, м, н, ң, то к ним добавляются множественные окончания дар, дер. Және де егер сөз б, в, г, д, х, к, т, с, ш, п әріптеріне аяқталатын болса, оларға тар, тер көптік жалғаулары жалғанады. Если же слово заканчивается на буквы б, в, г, д, к, х, т, с, ш, п, то к ним добавляются множественные окончания тар, тер. Енді мысалдарды қарастырайық. Біздің құлынымыз, наш жеребенок. Сендердің құлындарың, ваши жеребята. Сіздердің құлындарыңыз, ваши жеребята. Олардың құлындары, их или же ихние
жеребята. Екінші мысал. Второй пример. Біздің бұзауымыз. Наш теленок. Сендердің бұзауларың. Ваши телята. Сіздердің бұзауларыңыз. Ваши телята. Олардың бұзаулары. Их или же ихние телята. Үшінші мысал. Лақ. Лақ сөзі қ әрпіне аяқталған соң, оған жалғау жалғанған кезде қ әрпі ғ әрпіне ауысады. Біздің лағымыз. Наш козленок. Сендердің лақтарың. Ваши козлята. Сіздердің лақтарыңыз. Ваши козлята. Олардың лақтары. Их или ихние козлята. Енді сіздермен тәуелдік жалғаулардың жалпылама пайда болу ережесін қарастырайық. Олардың жекеше және көпше түрлерін. Давайте на этом примере рассмотрим общее образование притяжательных окончаний, то есть их единственного и множественного чисел. Менің жылқым. Моя лошадь. Сенің жылқың. Твоя лошадь. Сіздің жылқыңыз. Ваша лошадь. Оның жылқысы. Его, ее лошадь. Біздің жылқымыз. Наша лошадь. Сендердің жылқыларың. Ваши лошади. Сіздердің жылқыларыңыз. Ваши лошади. Олардың жылқылары. Их или ихние лошади. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай осындай пайдалы әрі қызықты видео көрем десеңіздер, менің ютубтағы Айнура Омергалиева парақшама тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Благодарю за внимание. Если желаете смотреть такие же интересные и полезные видеоролики, подпишитесь на мой YouTube канал Айнура Омергалиева, нажмите на колокольчик и ставьте лайки.